Біздің шағын ғана ойын түріндегі сұхбатымыздың шарттарымен таныстырып өтейін. Негізі бұл жай ғана сұхбат. Бірақ сіз керемет актриса болғандықтан біз экранда белгілі бір образдар, кейіптерді ұсынамыз. Сіздің мақсатыңыз қарапайым сұрақтарға осы образдарға кіріп жауап беру. Сіз актрисасыз ғой? Көрегенді. Сонымен экранда белгілі бір кейіп немесе образ шығады. Оп, шықты. Алғашқы сұрақ, Марат. Қалай болды? Қалай алдыңыз сыйлығыңызды? Ой, ана сыйлықты алғанда бар ғой. Мынандай боласың ғой. Тағы сөздермен айтқан кезде ай. Сөзбен айта беруге болады ма? Сөзбен айта беруге болады. Өмір аузымызды скотчтап қоясыңдар қайдан ба? Жоқ, скотчтап тастадым деп есептей беріңіз. Ой, ауырттың ғой. Қалай болды? Айтсаңыз, бардыңыз, кірдіңіз. Елбасының қолынан алдым ғой мен. Аха. Қалай болды? Алғашында тұрдыңыз. Не кофтамның мына жерін қайта-қайта бүйтіп түртіп, бүйтіп мыжғылай беріппін ғой, бүйтіп тұрып алып, оны кейін эфирден көріп өзім ұялдым ша. Сондай бақыттан басың айналғанда өз-өзіме шұқылана береді екенсің былай. Деп сондай. Мен сондай екенмін, мен солай қуанған болу керекпін. Сондықтан мен қазір бақытты болып тұр деп есептеңіздер, міне шұқыланып былай. Бақыттан басым айналып тұрған кез. Экранға да қарап отырсаңыз болады ма? Бәрекелді. Негізі көңіл күйіңіз қалай? Жаңа жылдың алдында? Съемка, бірақ той жоқ. Болашаққа жоспарларыңыз қандай? Еңбек сіңірген қайраткерді алғаннан кейін көңіл күйің дегендей бола береді. Негізі жаңа жылдық демалысыңызды қайда өткізесіз? Мен ба? Жаңа жылдық демалысымды еркелеп, мамаммен, баламмен қайда өткізушем, қызықсың сен өзің бір. Шетелге барам да. Қай жерге барған жақсы көресіз? Ыстық жаққа барған жақсы көремін. Теңіз, жағалауы жайықтың. Ой, жайық несі, кешір Қазбек. Шетелдегі жайыққа барады. Жаңа жылда алған ең қымбат сыйлығыңызды кім сыйлады және ол қандай сыйлық? Мынау 2016 мешін жылы құтты болсын. Керша екеуің өмір бойы бақытты ғұмыр кеш. Маған осылай елка сыйлап жүре беріңдер. Негізі әжем шыршаны маған өзі ылғи сыйлайды. Ей, айналайын балам, неге отырсың, сыйлығыңды берсеңші енді? Мінекейіңіз. Ой, көп жаса, құлыным маңдайда кел. Ал енді жалпы жаңа жылда көрермендерге не тілейсіз? Жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Шын жүректен, жүрегім жоқ болса да құттықтаймын. Не ғой? Зәт сендер бар ғой да. Не анау? Не отырсың, а? Отырған сол. Не отырсың? Отырған қыз отыра берсе орындығын табады. Түршеш. Мә, бар ғой. Марат өмір отыра береді екен, бар ғой отырған жерінде. Нашар жігіт қой, білесің бе сен оны? Қош қайдан біліп қойдың? Қош, мен сені естідім, өткенде ғана өзің айттың ғой. Сен несі, қандай өтірікшісің, сен өткенде ғана өзің айттың ғой. Балалық шағыңыздағы ең қызықты оқиғаны айтып беріңіз. Балалық шағымдағы образ былай ғой. Страшно бұзық болын, жасырасын жоқ. Төбелеске барам. Ләңгі ойнайым, неме қарап өтсің сені? Не? Бүйтіп талай ойнадық. Тағы да ұрам. Бәрекелді, және соңында Айгүл Иманбаевадан құттықтау. Қайсы? Қарапайым. Қандайсыз шын өмірде? Мен ба? Иә. Білмеймін, шын өмірдегімді осы көрермен жақсы біледі маған қарағанда. Ең бастысы өзіміз қалай бармыз, солай істап, сахнада ғана ойнап, әдемі күлкімізбен, әдемі қалжыңымызбен халыққа көңіл күй сыйлап жатсақ, сол біз үшін үлкен бақыт деп ойлаймын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Келіп жеткен мешін жылы тек жақсылығымен келсін, бақытымен, қуанышымен келсін. Елімізде тыныштық болсын. Қошеметтеріңізбен бізде болған Айгүл Иманбаева, құрметті достар. Гүл қайда?